Қой терісін жамылған прокурорлар кім? Ровудың бастығы болған адаммын, заңгермін. Бүгін оның бетін ашатын сәт келді. 31 жыл органда жұмыс істеген адаммын. Адвокат жалдадым ғой. Шаруаның 2500 қойын жоқ қылған ұры қарылар тайраңдап жүр. Залал 152 миллионнан асып отыр. Ал оңтүстіктің құзырлы органдары кәсіпкердің жан айқайына құлақ аспай отыр. Особенно прокуратурада әлі жаңа Қазақстан орнаған жоқ. Қойшы өзінің ісі сотқа жеткеннен кейін ұйымдасқан топтардың артына ашады. 3000-нан астам мал ол екеуінің артында тіркеулі тұрған 2022 жылы. Біздің елде енді шопандарға да заң жүрмейтін болған ба? Қалниязов қылмыскер ма? Қылмыскер емес пе? Айтыңыздаршы. Шаруаның 2 отар қойын жеп алып, заңнан жалтартып, ол аз десеңіз сол малды пайдаланып, мемлекеттен миллиондап субсидия алған алаяқты прокурорлар неге қорғаштап отыр? Екеуін бірге қылмыстық жауапкершілікке тартатындай әрекет жасаған кезде Бұл үлкен қылмыстық схема ғой. мына арыздардың ешқайсысын біз жібермейтін едік қой. Шардаралық шаруа шырылдап әділдік іздейді. Оңтүстік жұрты полиция мен прокурорларға сенуден қалған. Жергілікті халық, құзырлы органдар қылмыстық істі бұрмалауды әдетке айналдырғанын айтып, жиі шағымданады. Бірақ өзгеріс жоқ. Бәрі сол баяғыдай, бармақ басты, көз қысты болып, қылмыстық істер созылып, кінәлілер тиісті жазасынан оңай құтылып кете береді. 2011 жылдан бастап зейнет жасындамын. Сол жылдан бастап Шардара ауданында мал шаруашылығымен айналыстым. Жеге айтқанда қой шаруашылығымен айналысып, сонымен 2018 жылы мен өзімнің қарамағымдағы 1470 бас қойды, 40 қошқарды, 2 жылқыны Шардара ауданының тұрғындары нағашылы жиенді болып келетін Молдақұлов Шымкентбай Жамирович пенен Қалниязов Сәрсенхан Қалдаровичке екеуіне әрқайсысына 735 бас малдан, 20 қошқардан, бір аттан осы Шымкент қаласында нотариус арқылы екеуіне малымды бөліп бердім бағуға. Келісім бойынша олар менің малымды бағып, содан өнім алып, сол өнімнің бір бөлігін өздерінің пайдасына жаратып, бір бөлігін маған менің пайдама жыл сайын беріп тұру керек еді. 2022 жылы жалпы елде мал ұрлығы өте көп қой. Таразда жазылып жатыр, малымды алып кетті. Енді құзырлы органдарға ескертесің оны бірден, мына жақта үлкен мал ұрлығы болып жатыр, ашылмай жатыр. Яғни оған үлкен бір ұйымдасқан топтардың қатысы бар, құзырлы органдардың да қатысы бар, тергеп тексеріңіздер деп, әрине оған назар аударып жатқан ешкім жоқ. Өзімнің отбасыма қатысты болғаннан кейін, яғни өзімнің туысымның басына келгеннен кейін бұл оқиға, мен бұл мал ұрлығына тікелей қарай бастадым. Неге бұл қылмыстық істер бұлай ашылмай жатыр? Содан 2018 жылда 3 жылға түзілген келісім шартымыз қолымызда бар. Ол келісім шарттың талаптарына байланысты ол малды бір-біріне беру, бөтен біреуге беру деген құқықтары олардың жоқ. Тек қана менің араласуыммен ғана сол малда жаңағы біріне бірі беру мәселесі, сатылу мәселесі деген мәселелер шешілуге тиіс еді. Сонымен 2021 жылы келісім шарттың уақыты бітер кезде Шымкентбай деген азамат Молдақұлов соған жолығып малды келесі жылы сатайық деп айттым мен. Келесі жылға дегенім 21 жылы малдың саны 2,5 мың басқа жету керек еді. Бұлар мынау Шардара ауданының территориясынан Арыс ауданының территориясына Қожатоғай деген жерге әкеліп малды бақты. Міне қазіргі уақытта 2022 жылдың 30 тамызынан бастап бұл қылмыстық іс созбалаңға салынып келіп жатыр. Жәбірленуші Маликов 2022 жылдың 30 тамызында Шардара аудандық полиция бөліміне 2 қылмыскер Молдағұлов және Қалниязовты өзінің сеніп тапсырған 1470 бас қойын,
40 бас қошқарын және 2 жылқысын осы екеуі талан-таражға салып жымқырған, жасаған келісім негізінде әрқайсысы 735 қойдан бөліп алып, бөлек-бөлек сеніп тапсырған мүлікті сақтап, одан өздеріне пайда түсіріп, жаңағы жәбірленуші Маликовке пайда әкеп, 3 жылдан кейін пайдасымен бірге жәбірленуші Маликовке қайтарып беруге міндеттелген болатын. 22 жылы тамыз айының 17-сі күні маған Шымкентбайдың інісі, Қуаныш деген Молдағұлов туған інісі, сол телефон арқылы хабарлады. Аға, осындай сіздің малыңыздың бірде-біреуі жоқ. Шымкентбайда да, Сәрсенханда да малдың бәрін құртыпты, талан-таражға салып жіберіпті, сатыпты, жоқ қылып жіберіпті малыңызды деп хабар берді. Сонымен олар малды орнына қоюдың әрекетінен қашқақтады. Сонымен 30 тамыз күні 2022 жылы Шардара аудандық ішкі істер бөліміне жаңағы нотариустың берілген келісім шартты көрсетіп арыздандым. Алайда қылмыстық іс 2 адамға жазылғанына қарамастан тергеу әрекеттері тек қана Молдағұловқа қатысты жүргізіледі. Тек қана соның сатқан малдар тексеріледі, тек қана соның есеп-шоты тексеріледі, тек қана соның атына тіркелген малдар тексеріледі. Қалниязовқа қатысты ешқандай тергеу әрекеттері жүргізілмейді. Тергеу әрекеттері бұл кезде тамыз, қыркүйек, 4 ай жүргізілген тергеу әрекеттер, жылдың аяғына шейін жүргізілген тергеу әрекеттерінде Қалниязовтан 2 рет жауап алады, Молдағұловпен бір беттестіріп алады, ол басқа тергеу әрекеттер жүргізілмейді. Не оның атына қандай мал тіркелген, ол қай жерде малдарды баққан, кімдермен баққан, ол берген, бермеген анықтау. Соның барлығы ешқандай анықталмайды да. Сөзеті 2022 жылдың 29 желтоқсанда істі бітіреді олар. Енді сіздер осы қылмыстық іспен танысыңыз деп бізді шақырды. Электронды түрде жүргеннен кейін барып біз қылмыстық іспен таныстық. Қалниязов Сәрсенхан туралы қылмысты істі қысқарту қаулысы табылды. Ол қалай болады? 25 желтоқсанмен шыққан. Ең бірінші іс сотқа өткен кезде екінші қойшыны ісін қысқартып тастаған. Бірақ оны менің көкеме айтпаған. Электронды түрде іспен танысқан кезде сол қаулыны көрмей қалған. Енді көрмей қалған қаулыны сот барысында тағы іспен танысады ғой, сол қаулыны көрген кезде таң қалған. Сол кезде білген ғой, екінші қойшының бұл істе ісі бітіп, жабылып, қысқартылып кеткен. Ал оға дейін прокуратура бізден жасырып отырған оны. Осының өзі бізден күдік тудырады. Неге прокурорлар сол қойшыны соншама қорғап жатыр? Әлде прокуратураға қатысы бар азамат сол қойлар жеп қойып отыр ма? Егер де жеп қоймаса, неге соншама ол қойшыны қорғаштап отыр? Маған осыны түсіндірсінші. Біз оны қорғаштауымыздың себебі мынандай заңдарға сай деп. Біз оны сұрақ қойып отырмыз. Қандай заңға сүйеніп сіздер ол қойшыны ақтап отырсыздар? Айтып беріңіздерші десек, айта алмайды ешқайсысы. Сіздердікі дұрыс дейді. Енді сол дұрыстығын қағазға жазып беріңіздерші десек, оны да жазып бере алмайды. Кейіпкеріміз кәсіпкер Маликовтың да оқиғасы да 10 айдан бері шешімін таппай келеді. Әділдік іздеп бізге шыққан. Ол 2500-ден аса қойын қолды еткен азаматтардың заңды жазаларын бермей отырған прокурорлардың өздерін тексеруді сұрайды. Қазақстан Республикасы жоғарғы сотының 8-ші нормативті қаулысы бар 2003 жылы. Сол жерде нақты көрсеткен жаңағы малды өзіне сеніп тапсырған мүлікті ол ешкімге беруге, беріп жіберуге құқығы жоқ. Ол сеніп тапсырған мүлікті қабылдап алғаннан кейін тек қана жәбірленуші Маликовтың өзіне есеп беріп, соған өткізу керек қайтадан. Қалниязов қылмыстық жауапкершілікке тартылмай келе жатыр. Молдағұлов өз жазасын бас шарасы қамауға алынған. Молдағұлов Қалниязов туралы ешқандай шешім қабылданбаған. 2023 жылы маусымда көкеміз қандай, біз әлі де ісіміз сотқа өткен жоқ, тек бір жақты қаралып жатыр, прокуратура тарапы бұл істі созып жатыр.
Молдағұлов туралы қабылданған әрбір тергеу амалдары Қалниязов туралы жасалмаған. Бір тергеу амалдары жасалмаған. Ұйымдасқан топтың бір ісі бұл. Сол 4 адам болып ұрласа, бір адамның мойнына іле жіберіп, қасындағы ұрлық жасаған адамдарды бөлек алып қалып, тек қана бәрі қамалмасын, бір адам қамалып кете берсін деген істе бұрмалаушылықтар көп болып жатады. Сол себепті мен өзімнің ойым ол, бұл жерде де солай болып жатыр. Бір кісінің мойнына арты жіберіп, қалған ұрлық жасаған адамды бөлек алып қалу. Ертең тағы да біреудің малын бағып, өстіп, жоқ қылып жіберіп отырса, соған прокурорлар жауап бере ала ма? Соны мойнына ала ала ма? Менде соған сұрақ. Неге бізде іске оң көз қарасын бермейді, заңды түрде? Біз заңсыз нәрсе сұрап отырған жоқпыз. Екеуінде де жауапкершілік бар. Біз айтамыз, елімізде мал ұрлығы азаю керек деп. Қалай азаяды? Егер прокурорлардың барлығы бұл іске келген кезде салғырттық танытып жатса, ол ақталып кетеді дейді. Ақталып кетсе, оған сот жауап береді ғой. Біз бұл туралы содан кейін жаңағы Түркістан облысының прокуратурасына жаздық, Шардара ауданының прокуратурасына жаздық, департамент полиции облыс, Түркістан облысының департамент полициясына жаздық. Содан кейін администрация президенті, бас прокуратура, барлық жерге жазып шықтық біз. Бірақ енді ол кісілер жаңағы адам құқығы жөніндегі уәкілімен жаңағы президент әкімшілігі бұл сұрақтарды негізінде қарамайды, бірақ қадағалауға алады. Олар алады да бас прокуратураға жібереді, бас прокуратура алады да оны Түркістан облысының прокуратурасына жібереді. Түркістан облысының прокуратурасы Шардара аудан прокуратурасының әрекетіне келтіріп отқан біздің шағымымызды алады да Шардара аудан прокуратурасына жібереді. Бізде прокуратура бақылаушы, қадағалаушы орган. Руслан мырза Шардара ауданының прокуратура бастығы бұл істі заңды түрде, заң шеңберінде қарайды деп ойладым. Себебі мен заңсыздықты сұрап тұрғаным жоқ ол кісіден. Мен заңдылықты сұрап тұрмын. Қылмыстық процесс кодексінің 104-ші бабында көрсеткен, кімнің әрекеті мен әрекетсіздігі не келтіріп отқан шағымды сол кісінің өзіне қарау үшін жіберуге тыйым салынады негізінде заң бойынша. Жәбірленуші Маликовтың арызы негізінде басталған қылмыстық іс құжаттарына сәйкес Қалниязовтың сеніп тапсырған малдарды ысырап ету фактісі өз дәлелін таппаған. Сол себепті 25 желтоқсан 22 жылы оған қатысты қылмыстық істің ішінде қылмыстық қудалау тоқтатылған. Қазіргі таңда жәбірленуші тараппен ол қабылданған шешім шағым келтірді. Бұл шағым бізбен қазір таңда қаралуда. Түркістан облыстық прокуратурасының өз заңы бар ма? Әлде олар ата заңымызға бағынбай ма? Қылмыстық істі тергеп тексеру әрекетінен бастап, заңсыздыққа жол бергендерге прокурорлар неге жақтасып келеді? Екі қойшы да өздеріне сеніп тапсырылған мүлкіне неге бірдей жауап бермейді? Бұл оқиғада прокуратура тек Шымкентбайға ғана қылмыстық іс қозғайды. Ал Сәрсенханды куәгер деп таниды. Қалниязов мен 2019 жылы өзіме бекітіліп берген малды түгелдей нағашым Молдағұлов Шымкентбайға айдап апарып өткізгенмін. Оның себебі Молдағұлов келіп айтты дейді. Маликов ағамыз, Бақыт ағамыз, Қалниязов Сәрсенханның қолындағы малды қабылдап ал деп айтыпсыз ғой деген уәжбенен малды апарып өткіздім. Ол кісі қабылдап алды. Мен содан бері жаңағы мал шаруашылығымен, мал бағумен айналысқан жоқпын. Жеке ГАЗ-53 маркалы автокөлігім бар, сонымен жүк тасып күнелттім деген уәж етеді. Содан кейін барып біз енді өзіміз сол жаңағы қылмысты ашудың амалын жасауға тура келді. Шардара аудандық прокуратурасының әрекетсіздігіне кейіпкеріміз бір емес бірнеше рет арызданса да, Түркістан облысының прокуратурасы және бас прокуратура арызды бір-біріне сілтеп отыр. Заңның орындалуын қадағалайтын орган осындай әрекетке барса, басқа құзырлы мекемелерден не күтуге болады? Бұл қылмыстық істің созылуы бекерден бекер емес екені анық қой. Сонда Түркістан облыстық прокуратурасы соттың қаулысын орындамайды ма?
біз ешқандай әрекетті Түркістан облысының прокуратурасынан жаңа нақты Әблезовтен уже таппағаннан кейін шара көргетін біз алдық та ол кісінің әрекеті мен әрекетсіздігін уже сотқа бердік, тергеу сотына. 2022 жылдың 28 желтоқсанында шыққан тергеу сотының қаулысы негізінде Әблезовтің облыс прокуроры орынбасары Әблезовтың әрекеті мен әрекетсіздігі заңсыз деп танылды. Осы біздің арыздарымызды Шардар ауданы прокуратурасына жолдап отқан әрекеті мен әрекетсіздігін заңсыз деп танылды. Әрекетсіздігі жаңа біздің арызымыз қарамай Шардар ауданы прокуратурасына жолдаған әрекеті заңсыз болып танылды. Сонын осы қаулыға сәйкес, соттың қаулысына сәйкес, Әблезов біздің келтірген 3 шағымымызды қылмыстық процестік кодекстің 105 бабының талаптарына сәйкес қарап, сөйтіп ол бойынша шешім қабылдауға міндеттелген. Яғни бұл жерде жаңа тоқ өтеріне келген кезде нақты прокуратура органдары Қалниязовтың әрекетінде қылмыстың құрамы жоқ деген бізге жауап бермей отыр да. Заңға сәйкес оның әрекетінде қылмыстың құрамы бар. Неге біз көріп отқан дүниені прокурорлар көре алмай отыр осы уақытқа дейін? Неге оны куәгер деп танып отыр? Облыс прокурорына, бас прокурорға, осы іспен айналысып жатқан бүкіл тергеуші прокурорларға сұрағым көп. Бізде кеше осы Сайрамда қой ұрлығымен айналысып жүрген адамдар өздері жазалап жатыр. Бұл нені білдіреді? Бізде заңды орындататын құзырлы органдар заңды орындамағаннан кейін халық өздері жазасын беріп жатыр. Осы оңтүстік өңірі дейші, бізде мал ұрлығы бойынша бірінші орында тұрмыз. Мен енді түсіндім, не үшін бірінші орында тұрғанымыз. Себебі мал ұрлығына қатысты адамдардың жартысы қамалса, жартысын құзырлы органдар кетіп қамамайды екен. Айғақтық зат бар болып тұрса да қамамайды екен. Бізде қылмысты алдын алып жатқан жоқ. Бізде келесі қылмысқа жол ашып беріп жатыр екен құзырлы органдар. Мен соған көзім жетті. Әйтпесе 10 айдан бері бір қойшының жаңағы сенім хаты арқылы қой алғанын дәлелдей алмай отырмыз. Қойды жоқ қылып жіберіп жатқанын. Ақша мемлекеттен алғанын барлығын өзіміз дәлелдеп беріп жатырмыз. Екпе салғанын да өзіміз барып дәлелдеп беріп жатырмыз. Қойды айдап басқа жерге апарғанын өзіміз дәлелдеп беріп жатырмыз. Сонда мемлекеттен қаржы алып отырған тергеушілер, прокурорлар біздің өзіміз осының бәрін анықтап беретін болсақ, ол кісілер не үшін отыр? Қазір облыстық прокуратура біздің 20 шілдеден бері әлі бізге бұл жауап бермей жатыр. Бір күннің ішінде шешілу керек еді. Неше күн болды? Біз әлі соның жауабын күтіп отырмыз. Бұл енді қай заманда, қандай елде тұрып жатқанымызға түсінбей қалдық. Бұл қылмыстың толық ашылмауы президенттің мал ұрлығына қатысты берген тапсырмаларының өңірлерде орындалмай жатқан айқын дәлелі емес пе? Мал үлкен ақша. Әрине бұлар өздері жасамайды. Бұл жерге көлік керек, оны сопровождать ететін полиция қызметкерлері керек. Бір ауылдан бір ауылға өтуде оңай не емес. Қазір оның барлығы тексеріледі. Қазір малдың әрқайсысында чипі бар, екпесі бар, сырғасы бар деген. Бұның бәрін жасыру үшін үлкен топ керек. Біз қазір бір қойшыны алып қалып, бұл ұйымдасқан топтың схемасын аша алмай қаламыз. Ол ертең өзінің арғарай іс-әрекеттерін жалғастыра береді. Біз қылмыстың қайта дамуына үлес қосып жатырмыз. Былайынша айтқанда ше. Бұған көп адам мән бермеуі мүмкін. Себебі қой мал ұрлығы ғой, немесе жаңағыдай жай ғана өзінің малына ие болмай ма деп. Ал енді өздеріңіз ойлай беріңіздерші, ауыл аймақта заң білмейтін, интернеті жоқ жерде, қаланың өзіне интернет қатырып атқан жоқ қой. Интернеті жоқ жерде мал бағып жүрген малшылар, қой егелі, фазендалар ше. Солар қойлар ұрланып атқанда арыз барып жазған кезде мен олардың малдарын құзырлы органдар тауып беріп жатыр деп ойламаймын. Себебі көзбен көріп, қолмен ұстап, өзіміз көптеген деректерді, айғақтарды көрсетіп беріп отқанның өзінде ұрлаған адамды куәгер қылып шығарып салып отыр мына жерде.
осыдан кейін біз қалай айтамыз, біз қылмысты алдын алып жатырмыз, мал ұрлығын арнайы бап енгіздік, бізде енді мал ұрлығы азаяды деп. Маған құзырлы органдардың осыған жауабы керек болып жатыр. Қалай мал ұрлығын алдын алып жатыр? Ұрлаған қойшыларды куәгер қылып па? Маған осыған жауап бердіңіздер, құрметті прокурорлар. Өткенде тергеуші хабарласып отыр, сіздерді қылмыстық іс құжаттарымен таныстыруым керек, тергеу аяқталды. Қалниязовқа қатысты қандай шешім қабылдадыңыз? Қалниязовқа қатысты қылмыстық іс тоқтату туралы шешім қабылдадым дейді, қайтадан. Ол шешімді естіп алғаннан кейін біз, соответственно, жаңағы қылмыстық іспен танысудың алдында сразу облыс прокуратурасына арыз тастадық тағы да. Біз келіспейміз бұл шешіммен. Олар басынан бастап Қалниязовқа қатысты тергеу әрекеттерін толыққанды жүргізіп, екеуін бірге қылмыстық жауапкершілікке тартатындай әрекет жасаған кезде, мынау кипа документ, мынау арыздардың ешқайсысын біз жібермейтін едік қой. Спокойно отырып, тергеу жүріп жатыр, екеуі қылмыстық жауапкершілікке тартылып жатыр. Мейлен келтірілген залал 152 миллионнан асып отыр да, мысалы. Ол келтірген залал орын толатынына біз әлі көзіміз жетіп отқан жоқ. Ол толтырылмайды, ол залал. Олар толтырмайды оны. Өйткені бәрін құртып тастаған. Құртып тастаса да, мысалы, өнімнен түскен малды бір жерге тығып отқан шығар, оны білмейміз біз. 3000-нан астам мал, ол екеуінің атында тіркеулі тұрған 2022 жылы уже. Көке, өзіңіз білесіз, қаншама уақыттан бері біз әділдікке жете алмай жүргенімізді, сіз болып, біз болып, осы кішкентай ғана бір істеп көретін шығар еді жұрттың бәрі, бірақ өзіңіз сеніп тапсырылған, өзіңіз сеніп берген қойларыңыздың арты осыншама ұзаққа созылады деп ойладыңыз ба өзіңіз? Жоқ, мен ойлаған жоқпын. Ары кетсе бір айдың жұмысы тергеліп, екі қылмыскерді жауапкершілікке тартып, жаңағы сотқа өткізіп жіберетін ақ мәселе. Қазір мені бір жылға таяп қалды ғой. Өзіңіз осы органда жұмыс істегенсіз. Қалай баға бересіз қазіргілердің жұмысына? Қызметкерлерде принцип жоқ. Біріне бірі сыбайласқан деп өзім есептеймін. Ымырашылдыққа барады біріне бірі. Қылмыскермен ымырашылдыққа барады. Сөз байласуға барады деп ойлаймын. Қараңызшы, Қалниязовтың бүкіл жасаған іс-әрекетін өзіміз анықтап отырық. Мынау екпе салдыратын кезде адам өзі арыз жазады, жаңағы біз осылай екпе салдыруымыз керек деп, Қалниязовтың өзі барып, өзі ЭЦП ключпен жазады. Субсидия алатын кезде де өзі еркімен өзі барып жазады. Оның барлығында заң бар ғой, талап солай. Бірақ соның өзінде оның барлығы қылмыстық іске тіркелмеген, тіпті зерттелмеген, тергелмеген, оның бәрін өзіміз ұсынып отырсақ та іске қоспай отыр. Неге деп ойлайсыз? Прокуратураның жігіттерінің айтатын сөзі бар. Тергеуші кінәлі ғой. Тергеуші сауатсыз болса, прокурор не істеп отыр? Соның сауатсыздығын шығып көрсетіп, мынаның орында, мынаның орында, мынаның орында демей. Енді соның бәрін не үшін айтпай отыр деп ойлайсыз? Бұл жерде қылмыскерді қылмыстық жазадан құтқарудың әрекеті. Қылмыстық жазадан қайтсек те осыны құтқарып аламыз деудің әрекеті. Мынау облыс прокурорының орынбасары Шалатайлы деген азамат бар. Сол кісінің алдында отырып, біз осы қағаздарымызды көрсеттік. Анау кім деген жігіт болды? Аққұлан деген тергеу басқармасының орынбасары болса керек. Сол жігіт біздің сөзіміздің бәрін естіп алды. Сол жерде біздің ауданның, Шардар ауданның кураторы Шүнеев деген азамат еді. Болды, біз мен айтқанымның бәрін естіп алды. Мынаны тексермегейсіздер, мынаны жаңағы ветеринария мекемесінен бір ғана кімге Молдағұловқа ғана қағаз алғасыздар. Қалниязов туралы ешқандай қағаз алмағасыздар. Сол қағаздың бәрін біз алып келдік мынау. Малдың тіркелгені, малдың басында болғаны, ол малды есептен шығарғаны, ол малды есепке қойғаны деген вакцинация жүргендегі тұр актімен қосып алып келіп көрсеттім. Сол жерде отырып, кім мынау Шалатайлы деген азамат сұрады, сендер неге тексермедіңдер деп. Біз енді кеш ошибка болған шығар, кемшілік болған шығар, тексереміз. Тергеуші кінәлі ғой, біз барып тексереміз деді де. Сол бойы, сол күні ертеңіне барып, соның бәрін кім Қалниязов ол жерде болмаған, анау вакцинация салған веттехниктер Қалниязов танымайды екен. Уәждермен істі жоқ қылудың әрекетін тағы жасады ғой бұлар, көрер көзге. Сонша нәрсені өздері істейтін шаруа ғой, мен неге істеуім керек оны? Айтыңызшы. Жоғары жақтан не сұрайсыз? Жоғары жақтан тек қана әділдік сұраймын, менің сұрайтыным. Тек қана әділдік. Екеуі де қылмыскер, екеуі сол жазасын, қылмыстық жазасын толық алу керек. Қарап тұрсаңыз, мысалы бұлар топтасқан ұйым.
қаншама мыңдаған малды бір адам айдап кетуі мүмкін емес. Олар бірнеше болып жүреді. Бірақ бізде топтасқан ұйымнан тек қана үнемі бір адам қамалады да, қалғаны қамалмай қалады. Халық өзі жазасын беріп жатады. Кімнің ұры, кімнің қары екенін бәрі біліп жатады. Бірақ енді мына істе жаңағы бір ұрыны бүкіл малды мойнына іліп қойып, екіншіні ақтап алуда прокуратура неге соншама өзінің күшін салып жатыр? Өйткені мысал үшін Шардара ауданы мал шаруашылығындағы аудан ғой. Дәніккен осындай қылмыстарды осындай жолменен шешіп жіберуге дәніккен. Яғни біздің құзырлы органдар соларға жол ашып беріп жатыр. Жол ашып беріп, жолын көрсетіп, үйретіп отырған сол өздері олар. Бізде арнайы бап бар. 20-шы жылы 188-ші баптың 1-ші тармағына мал ұрлығына қатысты қатаң жаза қолданылсын, шара көрілсін деген президентіміз арнайы тапсырма берген. Сол орындалып жатыр ма қазір? Жоқ, орындалып жатқан жоқ. Бұл ескі жүйенің адамдары барлығы. Мен сізге шынын айтайын, жаңа Қазақстан емес ол жерде. Особенно прокуратурада әлі жаңа Қазақстан орнаған жоқ. Қашан орнайтын беймәлім. Бұл әлгі баяғы ескі Қазақстанның қызметкерлері, ескі Қазақстанның кадрлары әлі сол өздерінің орнында отыр. Қанша рет барып келдіңіз көке осы іс бойынша? Мен енді сіз заң білетін адамсыз. Қанша рет барып келдіңіз? Бір жылдың ішінде мен енді пәлен деп санаған жоқпын, дегенмен жолда мәшінем тозды, шынын айтайын. Өзім ұрудың бастығы болған адаммын, заңгермін, 31 жыл органда жұмыс істеген адаммын, адвокат жалдадым ғой. Мен сөйтіп жүргенде мына Қарақалықтың күні не болып жатыр? Мен соны айтыңызшы. Мен сияқты қызыңыз бола тұра. Иә, тағы да мынау Айгүл айналайын өзің болып, мына іске араласқаннан кейін ғана ішіміз кішкене беті бері қарады деп ойлап отырмын. Осыны шырағым, мынаны ақ пен қарасын ажыратып, кінәлілерді анықтап, істерін сотқа өткізіп, жаңағы елдің алдында, халықтың алдында абыройлы азамат болуыңа тілектеспін шырағым. Осы бағдарлама аясында Олжас Абайұлына, еліміздің бас прокурорына шағым айтқым келеді. Бізде халықтан жергілікті жердегі шенеуніктердің, құзырлы органдардың үстінен арыз жазылады, шағым жазылады. Біз айтамыз, естуші мемлекет болуымыз керек, халық үніне құлақ асатын мемлекет болуымыз керек деп. Бірақ жоғары жақта дәл қазір халықтың үніне ешкім құлақ асып жатқан жоқ. Осыған назар аударсаңыздар. Бақылаушы деген құзырлы органдар, әсіресе прокуратура, әрбір жазылған шағымға немқұрайлы салғырттық таныта беретін болса жергілікті жерлерде, бұл еліміздегі халық арасындағы алауыздыққа, билікке деген сенімсіздікке алып келеді. Сол себепті еліміздің бас прокуроры жергілікті өңірлерге назар салыңыздар. Бүгін шешілетін мәселе, ертеңге қалдырмауымыз керек. Біз өткенде бірге бардық прокуратураға. Облыс прокурорына мына болып жатқан қол астында қызметкерлердің барлығын ескерттік. Қаулыны бұзды. Бірақ қаулыда нақты көрсетпеген. Қандай іс-әрекет жасаған үшін тергелу керек екен. Бұның өзі нені білдіреді деп ойлайсыз? Оның өзі ертең бұзып жүрімізді ыңғайлайық деп істеген тірлік қой. Ол қаулын бұзғаннан кейін ол қылмыскер күдікті деп танылғанда жоқ қой керек болатын болса. Күдікті деп тану керек деп шығару керек еді. Иә, күдікті деп тану керек. Бас шарасы қамауға алынсын деп шығарғанда ол іске өсіп көше сотқа өтіп кететін еді ғой. Сот әділ шешімді беретін сот қой. Әділ шешім сот берсе, олар қандай сонда сотқа да билік жасай ма? Мына жерде көрсеттім мен сізге. Прокурорлар неге ұрыларды қамайтын кезде, оларға шара көретін кезде керекті заңдардан аттап өтіп кетеді? Өтіп кетеді, әдейілеп өтіп кетеді. Мынау яғни интересі болып тұр ғой. Солай шығар деп ойлаймын енді. Мынау Қалниязов біз сұрақ қойдық. Неше мәрте хатпен шықтық, сұрақ қойдық. Қалниязов қылмыскер ма? Қылмыскер емес пе? Айтыңыздаршы. Қылмыскер емес десеңіздер, онда дәлелдеңіздер. Қылмыскер деп біз айтып отырмыз, сіздер қылмыскер емес деп айтамай отырсыздар ғой. Айталасып, айтамайды. Құқығы тапталып жатқан адамдардың құқығын прокурорлар қорғап жатыр ма? Қорғап жатқан жоқ. Бұл жай ғана мына мал ұрлығындағы ғана мәселе. Енді елдің арасындағы бұны бір кішкене ғана жай қылмыс деп есептейді ғой енді. Ал үлкен қылмыстар не болып жатыр сонда? Осы шығарылым арқылы малы ұрланып, әділдікке жете алмай жүрген
бүкіл шаруаның жан айқайы бас прокуратураға жетеді деген сенімдемін.